Насаат KG тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллам өзінің тайкесі менен тағасы менен сыймықтан атылы. Саад ибн Абу Вақас, мына менен тайкем, тайкеңерді көрсеткілечі деп. Мо мен тағам болады, қана сілердің тағыңар деп. Саад ибн Абу Вақас сахабалардың арасында дуасы мұстажаб болған адам еді. Аллах Таала дуасыны турадан тура қабыл қылған. Дуаның қабыл болудың ең бірінші шарты мына халқым тамақ таза болуш керек. Жеген нәрсең адал болуш керек. Кейде адал қойды сойып жейсің, бірде ұрдаған болсаң, алды арам болып қалады. Арам деген кезде бір ғана аттың өчкір арақты, же башқа чөчкөнүн еті, башқа нәрсені түшінбеш керек. Арам құлдың хақы, біреудің хақы да арам болады. Дуам мұстажаб болсын, Аллах қабыл қылсын десеңіз, ең бірінші шарты халқым кекіртегіңнен тияқа адал арам нәрсе өткізбеш керек. Шектүү нәрселерді жебеш керек. Біреудің ақын жебеш керек. Саад ибн Вақас Сәлту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбардан сұрадым дейді. Я Расулаллах, о Алланың елшісі, айюн нас ашадду балаан. Адамдардың арасында кімге өте көп бәле сынау келеді? Біз бәлә болды башыма дейіз. Бәлә деген сөз араб әл-бәлә сынау, мусибат, қырсық, қайғы жету. Сынау деген сөз араб тілінде. Сынауға ең көп кім дучар болады дедім дейді. Қала әл-әнбия. Пайғамбар айтты, пайғамбарлар. Пайғамбарларға өте көп сынаулар келеді. Сүммәл әмсәл, кейін пайғамбарларға жақынрақтар, фәл әмсәл, афзал жақсы адамдар. Файюбтәләр ражул аля хасаби дини. Әрбір адам диніне жараша сыналады. Фәин кана дину сулбан иштадда балагу. Егер динінде иманда бекем болса, аға сынау ошондай катуураак сынаулар келет. Ваин кана фи дини риққатан убтили аля хасаби дини. Егер динінде заиф болса, күчсүз болса, аға да сынаулар жеңилирээк келет. فما يبرح البلايا بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Сынау адамға келе берет. Ушундай сынауларга ал адам сынаулардан кейін жер бетинде аны тазалап коюп, тап-таза болуп жүрөт дейт. Көз карашыңызда сиздин акылыңызга калчап салган кезде башыма келди бале дейсиз, бирок ал сизди тарбиялай турган, жаратканга жалбара турган, Аллага көбүрөөк зикир кыласыз, жалбарасыз. Ал сыноо бизди ар бир кээ-бир кемчиликтерден тазалайт экен. Бендеге жеткен сыноо сынайт, мусибат кыйнайт, бирок ал бендеге кыйынчылык, ар түрдүү кыйынчылыктар, сыноолор келген сайын, ал бенде адамдардын арасында тап-таза болуп жүрүп калат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сыноо деген нерсе ар бирибиздин Аллах Тааланын атында даражабыз бар экен. Бардығыз бірдей емеспіз. Аллах Тааланы даярдап қойған даражаға же салих амалдар менен, ибадат менен, Құран менен, намаз менен, зекет менен, сауап иштер менен жетесін, же башыңа жеткен сынаулар да сенің даражаңды көтерет екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Анас ибн Малик риwayat қылады, пайғамбар мындай дейді. Лақад ухифту филлах ма юхафу ахадун. Аллах жолында мага ушундай коркунучтар пайда болду. Мени коркутушту, эч кимге андай коркутуу болгон эмес дейт. Пайгамбар төшөгүндө жаткан кезде 40 уруудун башчылары, 40 жигит келип бир адамды чапкандай чабып салабыз деди. Бизди ким эме кылды? Сен динге даават кылсаң, үгүт кылсаң, сени өлтүрөм деди бирөө. Пайгамбар мен иман жолунда, Аллах жолунда ушундай коркунучтарга дуушар болдум, эч ким андайга башына келген емес. وَمَا أُوذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ. Аллах жолында, Аллах деген үчүн, жалгыз Кудайга сыйын деген үчүн, туура жолго чакырган үчүн ушундай ыза кыйынчылыктарга дуучар болдум. وَمَا أُوذِي أَحَدٌ قَطْ. Эч бир адам мендей ызага дуушар болгон эмес.
وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Mağa 30 gün, 30 gün öttü. Başımdan 30 gün, 30 gün öttü. وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ تَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَنْ يُوَارِهِ بِلَالٍ. 30 gün, 30 gün ötetile biz Bilal eköz jey turgan eş nersebiz jok ele. Bir gana Bilal koltuğuna bir nerseleri tavıp keletile. Bilal'dın şu koltuğuna jaşırgan bir nerseden başka 30 gün eş nerse jegen emesmiz deydi. Ayşe'ne aytet ay жаңырат 2 ay 60 gün Peygamberin үйünde kazandın asına ot jagılbay tele deydi. Sahabalar o eneyim ne jeytеңер dese kurma menen su deydi. Asvadan 2 kara nerse kurması da kara eken, susu da kapkara eken. Hurmatlı musulman bir toğan, eğer ata baldardı sүйgөн bolup, baldar atаны ukpasa, Nuh paygambardı özüne үлgü tutsun. Nuh paygambardın da balası ukpastan, atanın çakırına kerbesten, imansızlarının katarında olgun. Eğer kimdin ayalı ukpasa, ayalı kakbaş bolsa, beybaş bolsa, al Lut paygambardı özüne үлgü tutsun. Lut paygambar, biroq ayalı imanға kelgen emez. Eğer insan atası jaman bolsa, özü jakşı bolsa, al adam İbrahim aleyhissalamdı özüne үлgü tutsun. İbrahim paygambar imanға çakırdı, İslamға çakırdı, biroq atası imanға kelgen jok. Eğer insan perzenti bolboy kalıp, mağa uşunday katты sınoo dese, al özüne Zakariya aleyhissalamdı үлgü tutsun. Paygambar perzenti bolgon emez. Eğer insan başına jetken oorular menen kıynalıp, başıma şunday bale oldu, men ele ooruymun dese, al Ayub paygambardı özüne үлgü kısın. Urmatlı musulman bir tuğan, bular bardı ulu paygambarlar. Hazreti Umar mınday deyçip eken. Bir paygambara salavat. Başına bir sınov kaygı jetken kezde Hazreti Umar, elhamdülillah 3 önün bir ösü bolgon jok deytken. Kudayıma şükür, 3'tün bir ösü bol boğunuğa şükür kılam. Birincisi, elhamdülillah illem tekun fi dini. Kudayıma şükür, benim başıma jetken sınov, dinime, imanımdan acıratıp koyuyordu bu şükür. Elhamdülillah iza lem tekun akbar minha. Dağı bir baş, Kudayıma şükür, bundan çoğurak da bolup kalısı mümkün ele. Kırsa bir öce yok, belki ondan da köydü. Belki müybülü boyunca çok bol. Kudayıma şükür, bundan da çoğurak bol boğanına şükür deydiken. Üçüncüsü, elhamdülillah iza ulhimtu sabra aleyha. Kudayıma şükür, başıma jetken sınavda Allah, sınav menen birge sabırdılıқты bergenine şükür deydiken. Oşonduktan hurmatlı musulman bir tuğanım jakşılar, Allah sүйgön bendeler. Ayrıca Allah'ın dinine kızmat kılgandar. İmanға, İslamға çakırgandar. Bu la ilahe illallah kelimesi düşkönünden beri sınov bolup keledi. Ak menen kara jarışıp keledi. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah dep til menen aytıp koyetiler oңой nerse emez. Özüne jaraşa sınov bolot imandılarga. Sınovlardın özünçe sabaqtары, sırları var. Bu yol iman yolu, İslam yolu. Eğer özüңdü imanға, İslamға, Kur'anға kızmat kılam desең, öte oğur yol bul. Bu yolda Nuh paygambar kança kaygırdı, 1000 yıl davat kıldı. 950 yılda esepteli olan adam imanға keldi. Bu yolda Yahya aleyhissalam fişak daldı. Bu yolda Zakariya aleyhissalamga kol salıştı. Bu yolda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de tuğulup ösken jerinden kuvuştu. Kaşka tişin sındırıştı. Bu yolda Hazreti Umar'dı Bamdat namazında bıçaktap ketişti. Bu yolda Kur'an'dı yazıp jatkan Hazreti Osman'dı kanın Kur'an'ın üstüne ağızıp soyup ketişti. Biroq hurmatlı musulman bir tuğan, Allah Kur'an-ı Kerim'de Ankabut suresinde bunday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Adamlar biz imanga keldik deb ele imanga kelgenden keyin bizge sınov bolboyt deb esepteşebi. Men imandumун, Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirdim deb emi maga sınov bolboyt deb oylaşobu. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Alardan murdağlarda sınadık. Ne için? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا İmanında, iman yolunda çınçıldardı biliyor için وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ İman yolunda calgancılardı. Hakikat menen, çındık menen calganda acıratı için Allah Teala imandılardı sınaydı. Kimdin imanı bekem? Kim kalpıcı, kim eki yüzdü. Bir hurmatlı Müslüman bir toğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deb dua kılcı eken bir Peygamber'e salavat. Allahümme entel hak. Allah'ım sen çındıksın. Barlığın, birliğin çın. Ve va'dikel hak. Senin vadan da çın. Beyişin çın. Dozoğun çın. Kıl köprü çın. Sırat çın. Dozok çın. Vel cennetu hak. İmandolarga vada ergen beyişin de hak. İmansız, iki cüzlü münafıklarga, kafirlarga vada bergen dozoğun da çın. Ve nebiyyune hak. Sen yönetken bardık peygamberler çındık. Ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem hak. Akırkı peygamber Muhammed aleyhisselam da çın. Allah Kur'an'da An'am suresinde bundaydı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kad na'lemu ennehu le yuhzinuke الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون قد نعلم O Muhammed elbette biz bileviz deyit Allah. Kad na'lemu. Emneni bilet Allah. Elbette biz bileviz. İnnehu le yuhzunuke. Seni kaygırtat, kapa kılat. Ellezî yekulûn. İmansızların, kafirlerden sözleri. Cüzdülerin sözleri seni kaygırtat. Fe innehum la yukezzibûnek. Ey Muhammed, Allah seni jalgancı kılgan yok. Peygamberge tasliye. Kaygırmaga. Allah seni jalgancı kılgan yok. Velakinne zalimin, bırak zalimler Allah'ın ayatı, Allah'ın Kur'an'ına bunlar karşı çıkıp atadı. Peygamberge karşı çıkan kim? Allah'a karşı çıkan bulut. Peygamberge işenmegendik, Allah'ın kitabına işenmegendik bulut. Oşondan Allah Tebareke ve Teala, ey Resulüm, elçim, o Peygamber Muhammed, sen bulardan sözüne kaygırasın. Seni gıybat kılgan için, seni şair, seni sıkırçı, cindi degen için, peygamber emez degen için sen kaygırma. Alar sen emez. Bizdin dinimizde biz yönetken Kur'an'a, biz yönetken dinge bular karşı olup jatat deydi Allah. Peygamberler, hurmatlı Müslüman bir toğan, tarih, uzun tarih. La ilahe illallah kelimesi adam atavızdan beri, düşkününden beri Nuh peygamber, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam bardık peygamberler or sınavdan ötüştü. Gelinizdir. Musa aleyhisselamdan başlayın. Kerimetli Kur'an'da en atı köp atalgan Bani İsrail Yahudilerge Yakup'tun baldarıga yönetilgen peygamber. Musa peygamber tavhid peygamberi. Jalgız Kudayga çağırgan peygamber. Peygamberler bardığı eneleri başka, dinleri bir. Peygamberlerden bardığın eneleri başka eneden törelgönmenden dinleri bir, bardığı jalgız Allah'a çağırıp gelgen. Musa peygamberden peygamberliği künden de açıgırak aykın ele. Musa peygamber asmandan düşkün, sudan da taza ele. Musa peygamber kündördün birinde zamanında Firavun. Faraunga kelgende Faraun mınday dedi. Femen rabbukume ya Musa. Ey Musa, ey Harun. Ağan menen, Harun Musa'nın ağası. Eköğün imanға, İslamға çakırasın. Femen rabbukume. Silerдің Rabbыңар kim? Silerdi jaratkan Kudayыңар kim? Sıyınganыңар kim? Kojoyunыңар kim deydi. Al özünü kojoyun esepteytile. Firavun özünü Kuday deytile. Ey Musa jana Harun, Rabbыңar kim degende? Kala rabbunellezi a'ta kulle şeyin halakahu thumme hada. Bizim Rabbimiz al bardık nerseni berip, bardık nerseni jaratkan, tuğra bağıt hidayatты bergende bizim Rabbimiz болады dedi. Seni meni joktan bar kılgan. Bizdi payda kılgan,
Бізге бардық өмірді берген, рызқыны берген, ақылды берген, сөйлей тұрған тілді берген, тура бағытты таңдай тұрған ақылды берген Аллах болады деді. Таха сүресі 49-50 аят. Бірақ құрметті мұсылман бір туған Муса не қылады? Қарун заманындағы ең байлардың біреусі. Муса жана ошол замандағы кейбір иманға, таухидқа қаршылар бар әлі. Алардың пікірлештері бүгін де бар. Бұлар даватты жолын тосқысы келеді. Адамдарды имандан, исламдан алыстатқысы келеді. Муса пайғамбардың жүзін қара қылғысы келеді. Жер қаратқысы келеді. Емне үшін? Адамдар ағайшенбесін. Адамдар алын жолы менен жүрбесін. Нұрду жолға тура бағытқа түшпесін. Қарун Аллахның налаты болсын. Кәне Қарун мен Бәни Исраил. Ошо Бәни Исраилдан өздерінің қауымыдан болған Қарун деген бар. Уахуа ибн амми Сейдна Муса. Ал жөнекейлі адам емес. Муса алейхиссаламдың атасы менен бір туғанның баласы. Аталаш бір туған. Вақад разақахуллаху мәлен. Аллах Таала Қарунға ушундай байлық берген эле. Жашоосу кенен эле. Бирок адамдарда қызғану деген бар. Мусаның артында тазалар ерчейді. Муса алейхиссаламдың жолын тоса албады. Муса алейхиссаламдың артында имандуулар бар. Қарун ең жақсы киімдерді киетілі. Ең жақсы өзінің аттары, төөлөрү, минген нәрселерді өзгөчелі. Чоң сарайларда жашайтылы. Өзі үшін көптөгөн қызматкер құлдарды таңдайтылы. Бірақ Аллаға шүгір қылбайтылы. Аллах Таалаға шүгір қылып, ушу ниматты берген, байлықты берген Аллаға сажда қылған ордына, Құдай Таалаға сыйынып, шүгір қылған ордына текебірленіп, бардығыны Муса алейхиссаламдың жолынан тосотылы. Күндердің бірінде Муса алейхиссалам барыны иманға, исламға чақырды. Муса алейхиссаламға Аллах Таала зекетті фарз қылған вахи берді. Байлардың 1000 дирхамынан 1 дирхам жетім жесірге берсін. 1000 динарыдан 1 динар жетім жесірге берсін. Бұл деген сөз 1000 доллардан 1 доллар бер. 1000 евродан 1 евро шығарғын. 1000 алтыннан 1 алтынды жетім жесірдің ақы деген Муса пайғамбардың заманында зекет фарз елі. Анда 1000-ден 1, бізде 40-тан 1. Қарунды Құдайдан қорқ. Аллах саға үшінше байлық берді. Байлығыңды жетім жесірменен бөлішкін. 1000-ден 1-ін бергін деді. Қарун байлығынан шығара тұрған зекетті есептесі өте көп екен. Байлығына қызғанды. Бақылдық қылды. Сараңдық қылды. Шығарғысы 1000-ден 1-ді шығарғысы келген жоқ. Андан кейін Қарун өзінің ең жақын ішенген жан жөкөрлерін, бүгін ошондойлар бар, қошаматшыларын чақырды. Жанына чақырғаннан кейін көрдіңер бі, сілер Мусаның айтқанын қыласыңар. Мусаның артынан жүресіңер. Муса сілерді бір ғана тура жолға баштабастан, тура бағытқа бербестен, бүгін еміз сілердің байлығыңарға көз артты. Сілердің тапқан малы мүлкіңерді алмақчы. Мұны жолдан тоқтатпасақ болбайды деді. Емне қылабыз? Спарта деген бір бұзықы аял бар екен. Аяғы сұйық аял. Аны чақырғыла. Аға, бардығыз ортада ақша жина берелі. Мусаны бір шерменде қылбасақ болбайды деді. Муса алейхиссалам адаттағындай қоғамды жинап, иманға, исламға, жалғыз Құдайға чақырып жатқан елі. Дават қылып жатты. Зекет жөнінде сөйлеп жатты. Андан кейін Муса алейхиссалам анын да динінде барды. Мен сарақа қатана аяда. Ким біреудің мүлкін уырлық қылса, анын қолы кесіледі. Үйленелек тұрып, никесіз біреудің аялы менен қызы менен зына қылса, аны қамчы менен ұрауыз. Егер үйленіп тұрып зына қылса, ташбаран қылауыз. Деп уаз қылып жатты Муса алейхиссалам. Мусаның чақырығы даватын оқып жатқан кезде, елдердің арасында біреу қиқырып илап, бетін аймап, көкірегін жыртып қиқырып илаған аял тұра қалды. Аны көрген Қарун
Бұл айтқан шариатың сағада жүрөбү деді. Сен урлық қылсақ, сенің де қолың, ооба, менің де қолым кесіледі. Сен зина қылсаң, сені де ташберен қылабызбы? Құдай сақтасын, мен бұға чақырған, мен қантуаға бармақмын. Жоқ, шариатың сағада тиешелі, ооба. Ал кезде жаңағы илаған аял тұрды да, қанша ақшаны алған? Муса менен ушул ишти қылды деді. Муса менен зина қылған деді. Бұл дин дұшмандары мақсаты Муса алейхиссалам даваттан тосу, адамдардың ишенимиден алыстату. Муса алейхиссалам тұрды да Алланың құдіреті менен, Алланың аты менен сұранам. Мен үшін океандың, деңгіздің суларын құрғатқан Алла. Таштардан су шығарған Алла. Жоқтан бар қылған Алла. Маға Тауратты түшірген Алла. Аты менен сұранам, чындықты айтқын. О аял деді. Аялдың жүрегінде иман ойғанды. Илап тұрып, жоқ. О Муса алейхиссалам, сен мұндай жолға еш барбайсың. Қарун, жана Қарундың аскерлері маға монша ақша жинап берді. Ушыны айтайсың деді. Шерменде қыласың деді. Аллах табарак ва таала Муса алейхиссаламға жерді баш идіруге бұйрық берді. Мусаның қызматында болғыне жер, Муса емне деп дуа қылса, ал иштат қарасын деді. Муса алейхиссалам аға жаман дуа қылған жоқ. Бірақ ертесі қайрелі, қычырап киінген аскерлерін, құлдарын, желдеттерменен келе жатқан Муса алейхиссаламдың жанына келді де, Муса, егер Аллах Таала саға пайғамбарлық берген болса, мені сүйгендіктен мені жақсы көрген, маға байлық берген. Мына, менің артында қанша аскерлерім бар, қанша байлығым бар. Сенің емнең бар деді. Аллах иманды сүйгенге де, байлықты сүйгенге де, сүйбегенге де береді. Аллах байлықты имандуға да, имансызға да береді. Бірақ иманды Аллах табар байлықты. Аллах кафырға да, мұнафыққа да, екі жүздуге да береді. Бірақ иманды Аллах сүйген бенделерге береді. Муса алейхиссалам жанына келіп, мақтанып жатты. Бірақ аны көрген кейбірлер азғырылып, қара Мусаның байлығын, қара Мусаның аскерлерін, Мусаның киімін қара, минген аттарын қара. Муса алейхиссалам ал кезде жаратқан Аллах табарак ва таалаға жалбарып дуа қылды. Аллахым, уақыт келді саат. Бүгін еме жерге қайра бұйрық берген маға баш ийсін деді. Аллах табарак ва таала Муса пайғамбарға жерді баш ийді. Bir дуа қылған кезде Қарун жана анын аскерлері бұтынан ашығына че батып кетті жерге. Қайра екінші айтқан кезде тізесіне чейін. Üçüncü дуада кекіртегіне чейін. Андан кейін, жер, мұның байлықтарын өзіменен бір жерге топты деді. Топтолған байлығы, қасырлары, сарайлары бар топтолғаннан кейін Муса алейхиссалам қайра дуа қылды. Жер менен жексен болып жер жұтты. Қарун жана анын аскерлері байлығы еш нәрсе қалған жоқ. Аны көрген кейбір имандулар Құдайыма шүгір. Мұның артынан жүрбеппіз. Азғырғына азғырылбаппыз деп Аллах Таалаға шүгір қылған бенделер болды. Аллах кереметті Құран-ы Кәрімде Ахзаб сүресінің 69 аятында мындай дейді. Я айюхаллазина аману, о имандулар, Алланың барлығына билігіне иман келтірген бенделер. Бұл қайырлы имандуларға, имансыздарға тиешесі жоқ. Көңіл болады үшін имандуларға Аллах емне дейді. Я айюхаллазина аману, ла такуну каллазина азау Муса. Мусаға ыза бергендердей болбоғыла. Мусаға қаршы шыққандардай болбоғыла. Мусаны құрдомет қылғандардай болбоғыла. Фабарраху Аллах мимма қалу. Аллах Мусаны алардың айтқан нәрсесінен таза иық тазалап көрсетті. Ва кана индаллахи ваджиха. Мусаның Алланың алдында бір тұтқан орды бар еді. Сыйырматы бар еді. Емне менен сыйырматы? Ибадаты менен. Құдайға құлшылық қылғаны менен Мусаның Аллах Тааланың ордында өзін қармаған орды бар әлі. О иманды бенделер! Аллах Тааланың барлығына білген иман келтірген бенделер.
La takunu kellezine âzev Musa. Musa'ga ıza bергендердей болбогула. Musa'nı Allah Taala qanday taza ekendigini ıyıktagın, kadir barkın barktады tazaladı. Mimma qala alardın aytkanıdan. Ve kana indallahi vaciha. Musa'nın Allah'ın nasında kadir barkı ordu var ele. Sıyurmatı var ele. İbadati menen, imanға, İslamға çakırgandığı menen. Andan da dağanın kadir barkı kötörüldü. Yusuf aleyhisselamды barыбыз bilebиz. Yakup paygambardın balası Yusuf. Allah Taala sululuktun jarımınaga bergen ele. Yusuf aleyhisselam Egipet'tin padişasının uyunda жүрген кезде аны da bilesizler. Anın sınavısı kanday boldu? Padişanın ayalı Zulayha. Cemeni menen uşul jaman jolga barasın, cemeni menen zina kılasın, je seni kamatam, kurdomat kılam dedi. Qala rabbis sijna habbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Yusuf suresi 33. ayet. Qala rabbi, Rabbim, as-sijnu habbu ilayya. Maga türme jakşırak bular çakırgan nerseden. Bular çakırıp atkan buzukuluktan, jaman joldan maga türme jakşırak. Türmede kança boldu? Kiyinçerek şu Egipetke kança beylik başka oldu. Kötörüldü. Yusuf aleyhisselam zina kılmakpı. Biroq bu sınov oldu. Biroq onu hasbunallah ve ni'mel vakil. Hasbunallah ve ni'mel vakil. Bir ayet aldı. Hasbunallah ve ni'mel vakil. Hasbunallah bizge Allah jetişerli. Ve ni'mel vakil, Allah kanday jakşı ökül. Kırgızçası mınday degen söz. Silerdi Kudayga ele tapşırdım. Kuday var, Kuday tappas, bale yok degендей söz. Kebirler aytat ko. Hiç özünün aylası kelpegende, küçü jetpegende, sözü başkaga ulbay kılgan kezde, japa çekip jatkan kezde, Kudayga tapşırım, Kuday senin balengdi bersin degендей söz. Hasbunallah, bizge Kuday jetişerli ve ni'mel vakil. Allah kanday jakşı ökül. İslam düşmanları, din düşmanları, Yahudilerдің kuyruktары Paygambarga da ıza verdi. Paygambarga ıza bergen кезде adamdın malı mülkü menen sınavsa hiç nerse emes eken. Denengdi bir jeringdi kөгөрtүү menен kaşkat işingdi sındırgan sınov hiç nerse emes eken. Paygambardın közünün nuru bolgon, eng sүйүктүү ayalı bolgon, Abu Bakr Sıddık'tın kızı bolgon Ayşe nebizge kurdomat kılıştı. Kudayım bilse kelerki cumada hadisatil ifk. Hadisatil ifk degen söz kurdomat. Ayşe neni de biröö menen uşul işke bardı degen kurdomat bolgan. Paygambardın namısına tiyişti. Paygambar aleyhisselamdın ayalı uşul işke barmak bu. Biroq Yahudiler bul işti de paygambarga kurdomat kılıştı. Anda as-sabru cemil. As-sabru cemil. Qoz çıraylı sabırduluk. Suluk sabırduluk kanday? Bendege arızdanbaysın. Dardыңды Allah'a aytasın. Sabır cemil. Al Allah'ın razılığını izdeysin. Ve innen nasra min indillah. Jardam Allah'dan kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di da uşunday sınaştılar. Hurmatlı Müslüman bir turgan. Allah Taala 5 vakt namaz okugan bendelerin korkulup koyot deysin be. Şermende kılat deysin be. Allah menen gününü 5 yolu baylanışkan bendelerin Allah hiç kaçan korkulbaydı. Ahlul Kur'an alardın içinde Kur'an eylerine, Kur'an'a kızmat kılgandardı Allah şermende kılmak mı? Allah'ın Kur'an'ına, Allah'ın sözüne kızmatker bolgondardı Allah şermende kılbaydı. Paygambardın sünnetin, şariatın başkalarga jetkizgenderdi Allah hiç kaçan korkulbaydı. Alardın katarında Allah'ını keçeyi gündüz tasbih aytıp, Subhanallah, elhamdülillah deyip Allah'ını zikir kılgandar. Tahajjud tünkü namazga turgandardı. Allah menen çın mamilede bolgan bendelerde Allah hiç kaçan korkulbaydı. Taştap koyubaydı. İnnemâ yec'allâhu rizze alellezîne lâ yu'minûn. Allah imansızlardı şermende kıladı. Akibat ahiret, ahire dağı kelecek kimdi? İmanlılarda. Hurmatlı Müslüman bir toğanım.
Кебірлер Құран эмне екенін білбейді, мечіт эмне екенін білбейді, сүннет эмне екенін білбейді, чындық эмне екенін білбейді, Алланың уадаларына ишенбейді, ақыретке ишенбейді. 1 минутын Аллах жолында бергісі келбейді. Алар атын өчкүр тамекинин, арақтын, насыбайдын, нафсынын, құмардың, казинонun, башқа нерсенің құлдары. Алар рюмкаларды білет, түнкі ойындарды білет, бұзықлықты білет, қиянат қылуды білет, біреудің біреуге құр домат қылуыны білет. Hazreti Abu Bakr мындай дейді. وَمَنْ فَعَلَ مَعْرُوفًا وَقَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَنَازِلَ الْخَاسِرِينَ. Ким жақсы иш қылса, соғып іштерді қылса, Аллах аны ұтқызғандардың, жамандардың жолудан сақтайды дейді. Аллах Құранда мындай дейді: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Біздің жолда әрекет қылғандарда, Алланың жолында жихад қылғандарға, жихад бір ғана құрал менен емес, нафсыны тыйып, кече күндүз сабақ бергендерге, инсандарға шар'i сұрауларға жооп бергендерге, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Аларды өзіміздің жолымызға тура бағыт хидаятқа қойғыз. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Аллах жақсылық қылғандар менен бірге. Ал бұзықлар менен емес, құрдоматшылар менен емес. Кече күндүз Фейсбукта, Твиттерде, социал тармақта отырып алып, башқа ат менен кіріп алып, біреулерді ғибат менен, құрдомат менен, ар түрді ушақ айыңды жазғандар менен емес. Урматты мұсылман бір туған. Муса алейхиссаламдың дұшмандары, же пайғамбарымыздың, же жоғарыда атылған пайғамбарларға болған дұшмандар, ал пайғамбардың жеке затына өзін емес. Бүгін дағы кейбір иманды, исламға, иманға, Құранға қызмат қылғандарға қарсы шыққандар, анын жеке өзі үшін емес. Жеке бір личность үшін емес. Алардың мақсаты динге қаршылық, иманға, исламға қаршылық. Аллах Құранда: «Инналлазина юхиббуна ан таши'a аль-фахишата филлазина аману». Инналлазина юхиббун. Шундайлар бар, юхиббун, алар сүйет, эмнени сүйет? Юхиббуна ан таши'a аль-фахишата филлазина аману. Имандуулардын арасында, имандууларга ар түрдүү бузуку жаман сөздөрдү, жаман курдоматтор таркатууну. Лахум азабун алим. Аларга эң каттуу азап бар. Фид дуния вал ахира. Бұл дүниеде жана ахиретте. Имандууларга курдомат кылгандар, имандуулардын жолун тоскондар, имандууларга душман болгондорго, имандуулардын арасында ар түрдүү шектүү нерселерди таркаткандарга лахум азабун алим. Аларга эң жан атыштырган азап бар. Фид дуния, бұл дүниеде, вал ахира, ахиретте. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Аллах билет, силер аны билбейсиңер дейт. Нур сүрөсү 19-аят. Munafiq iki жүздүү, оозун толтуруп күлөт, каткырат. Эмне үчүн? Ислам жыгылса дейт. Мусулмандар шерменде болсо дейт. Алар жеке адамга эмес, динге, пайгамбардын мураскорлоруна, пайгамбар калтырган мурас болгон иманга, исламга каршы болот. Ал күлөт, жыргайт, оюнга түшөт. Эмнеге? Качан? Ислам өлгөн кезде. Ислам качан өлөт? Исламдын аламат белгиси болгон, исламга кызмат кылган инсандарды шерменде кылабыз деп күлүшөт. Валакин бирок урматтуу мусулман бирдиган, ислам эч качан өлбөйт. Пайгамбарга бир салават айтып, бир жылып коелу. Жылыңыздар бир. Бисмилла. Арттагылар бир-бир жылып койгула. Экинчи этаждагылар чыккыла. Бир ислам алымы мындай дейт: Ал-ислам ва дуат ямрадун ва ла ямутун. Ислам жана исламга үгүт кылган дааватчылар бир аз ооруйт, сыноого дуучар болот, бирок эч качан өлбөйт. Ислам бир кыйынчылыктарды башынан өткөзүшү мүмкүн, бирок ал эч качан өлбөйт. Аллах Куранда дейт: Инна нахну наззална зикра
Wa inna lahu lahafizun. Бұл динді. Құранды біз түшірдік дейді. Құран бұл дин. Wa inna lahu lahafizun. Мұны біз сақтаймыз дейді Аллах. Аны сақтау менің қолымда же сенің қолыңда емес. Мұны Аллах өзі сақтайым деген. Аллах кепілдік алған. Ошондықтан اصبر على مضض الحصود فإن صبرك قاتله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله اصبر على مضض الحسود. Қызғанғандардың, көре албағандардың қызғашына сабыр қылғыла о имандағы бір туғандарым. فإن صبرك قاتله. Сенің сабыр қылуың қызғанғандарды өлтіреді. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. От жанып жатқан от. Күйе тұрған башқа нәрсе таппай қалса, өзін өзі күйдіріп жоқ қылады. Ошондықтан күйіп жатқан отқа отын ташташтың керегі жоқ. Кейбірді біреуге жақсы қызмат қыламын деп, жауабыл ахмақ ас-сукут. Ахмақтардың жауабы үн шықпай қойыш. Надан ахмаққа үн шықпай қойғаннан артығырақ азап жоқ. Кейде сөзіне жауап бербей қойғын. Жазған жазуына жауап бербей қойғын. Сен менің сөзіме де арзуайсың дегендей сөз. Ал қызғанған сайын күйіп өзін өзі күйіп жоқ қылады. Ошондықтан күйіп жатқан отқа қайра отын ташташтың, көмір ташташтың керегі жоқ. Көмірді сабай қойғын таң атқыча өчіп қалабы. Ошондықтан урматтуу мусулман бир туган, исбиру ала мададил хасуди. Қызғанғандардың, көре албағандардың қызғанышына сабыр қылғыла. Адамдар бүгін көре албай жатады. Моғындай суықта, минус 7-8-де Бишкектегі 52 мечіттің қораларында 98% жаштар толып отады. Бұны көре албағандар бар, дин дұшмандары. Яхудилердің құйрықтары бар бүгін. Алар мұны көре албайды. Қызғанады. Сілерді бұл жолдан тосқысы келеді. Бұлдары жолдан тосу, иманға, исламға шекту нәрселерді алып келеді. Аға бір сабыр қыласын. Инна маназил сиддиқи саласа маназил. Чынчылдардың даражасы 3 даражам. Иза уптилал абд сабар. Чынчылдар, имандағы бір туғандарым, башымызға сынау келгенде сабыр қылауыз. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун дейіз. Біз Құдай үшін Құдайға бір күн қайты барабыз. Оша ақыретте кім күледі, оша яқта көре өзін. Екіншісі, Хазірет Усман Құранды жазып жатқан кезде кіріп не дейді? Пайғамбар бейіш менен сені сүйіншілеген. Хазірет Усман Құран жазып жатқан кезде аны шақтап кетішті. Урматты мұсылман бір туған. Залим. Қанжар менен. Иптила тамхис. Бұл сынау башымызға келген сынаулар. Башымызға келген сынаулар бізді күнөөден тазалайды екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйреткен дуалардан Аллахумма наққини минал хатая кама юнаққа саубул абияду минад данас. Аллахым келген сынаулар менен ақ киім кирден қандай таза болған болса мені күнөөлөрдөн тазала дечү екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ажабан ли амрил муслим. Мұсылмандың ішіне таң қалышту дейді. Мұсылмандың ішіне жашоосуна өтө таң қалышту. Инна амраху куллу хайр. Анын бардық іші мұсылманға жақшы дейді. Қандай? Лейса залика илля ли муъмин. Бұл имандуға ғана тиешелу, башқаға тиешесі жоқ. Имандудың жашоосу өтө таң қалышту. Бұл имандуға ғана тиешелу. Ал башқада бұндай нәрсе башқада жоқ. Ина сахабат ни'ма шакар. Егер имандуға бір нимат жетсе шүгір қылады. Факана хайралла. Шүгір қылғанына соу болады. Ва ина сахабаху дарра сабар. Башына қиыншылық жетсе сабыр қылады, ағада соу болады. Валейса залика илля ли муъмин. Бұл имандуға ғана екен. Иманду адам жақшылық жетсе шүгір қыласын, дағы жақшы. Жаманлық жетсе сабыр қыласын, алда жақшы. Сынаулардың урматты мұсылман бір туған, сынаулардан эмне сабақ алабыз? Башыңа сынау келген кезде бірінші ат-таваккул алаллах, Аллаға тәуекел қылу. Ишіңді Аллаға тапшыру. Өзің оқшыған чийкеттен жаралған бір бендеден емес, Аллах Таалаға көбірек жалбарасын, Аллаға таянасын. Ислам динimiz қанша қызғанғандар сөйлеп өсін, жазбасын, башқа қылбасын,
келечек исламдыкы. Ооба, бул жол өтө оор, кыйынчылыктар болот. Дин душмандары, Алланын душмандары өтө көп. Алар кечээ күндүз 24 саат түрдүү пландарды түзөт. Кандай кылганда мусулмандарды жолдон азгырабыз, исламга каршы чыгабыз. Кээде алардын пландары шайтан жасай албаган, шайтан кыла албаган ойлорду ойлоп табышат. Сен күтпөгөн жерлерден пайда болот. Бизде айлабыз жок. Абдусалих, Кудайдан корккон салих бенделер мындай дейт: өзүнүн ишин Аллага тапшырат. Аллахым, бизде айла да жок, күч да жок. Биз аларга окшоп шайтандан өтүп түрдүү пландарды түзө албайбыз. Бирок ал шайтандардын малы мүлкү болсо, байлыгы болсо, акчасы болсо, артында турган чоң-чоң мамлекеттер болсо, биздин Раббыбыз бар. Биздин ахвалыбыз Нух пайгамбардын ахвалы сыяктуу. Нух пайгамбар 950 жыл үгүт насаат кылганда акыры айла жок эмнеде? Робби инни маглубун фантасир. Раббым, инни маглубун фантасир. Мен жеңилип баратам, жардам бер. Айлам калган жок. Робби инни маглубун фантасир. Раббым, мен маглуб, жеңилүүдөмүн. Фантасир, сен жардам берген. Эмне кылды? Тупан селе келип, имансыздарды жер менен жексен кылды. Биздин куралыбыз хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Бизге Кудай жетишерлүү, Кудай Таала кандай жакшы өкүл. Пайгамбарга эмне курдомат кылды? Бүгүн пайгамбардын жолун жолдогонго тийген сөз эч нерсе эмес. Пайгамбарды шайыр деди, акын деди, төкмө деди, каззаб, жалганчы деди, сахир, сыйкырчы деди, кахин, бакшы деди. Мунун дини чын эмес деди, жалган дин деди. Бул даават үчүн акча алам дейт деди, бийликке жетүүнү каалайт деди, байлыкты каалайт деди. Буга жиндер бир нерсе үйрөтөт деди. Курдомат кылышты. Пайгамбар эмне деди? Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Кудай мага жетишерлүү, Кудай кандай жакшы өкүл деди. Гары Хирага кирген кезде кырктан ашык кылычын көтөргөн, канжарын көтөргөндөр келип, кичинекей үңкүргө келди. Аллах Таала кааласа, эң айласыз инна уханал буют illa бейтул анкабут. Эң күчсүз айласыз деп шамал менен жок болуп кете турган үй жөргөмүштүн уясы менен пайгамбарды коруп койду. Ага кирген кезде эгер бирөөсү өзүнүн кадамына караса, пайгамбарды Абу Бакыр Сыдыкты көрүп алмак. Абу Бакыр Сыдык көзүнөн жаш агып, "Я Расулалла, үстүбүзгө келди. Эгер бирөөсү кадамына караса бизди көрүп калат" деди. Пайгамбарыбыз "Ла тахзан инналлаха ма'ана." Кайгырба, Аллах биз менен деди. Аллах биз менен. Алардын көзү көргөн жок. Ошондон урматтуу мусулман бир туган, "Ла тахзану." Кайгырбагыла. Инналлаха ма'ана. Аллах биз менен. Амин. Аллахумма اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.